Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Мен Таукебаева Гүлшат Ысқабаевна, Алматы облысы Қаратал ауданы Кәлпе орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Балалар, кезекті математика сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі таңбалы сандардың разрядтық құрамы. Балалар, мақсат не туралы деп ойлайсыңдар? Бүгінгі сабақта біз екі таңбалы сандарды оқимыз, жазамыз және салыстырамыз. Екі таңбалы сандардың разрядтық құрамын анықтап, разрядтық қосылғыштарға жүктейміз. Ал не істей алуымыз керек? Оқулықтағы берілген тапсырмаларды мұқият орындаймыз және оқимыз. Ал мақсатымызға жету үшін берілген критериялар бойынша жұмыс жасайды екенбіз, балалар. Балалар, бүгінгі сабақта санды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жүктеуді үйренеміз. Суретке мұқият қарайық. Суреттерге қарап, екі таңбалы сандар қалай құрылғанын айтайықшы. Дұрыс, екі таңбалы сан бірліктер мен ондықтардан құралады. Ал балалардың қолындағы суреттерге қарап, сандардағы ондықтар мен бірліктердің санын атап көрейікші. Иә, балалар, екі таңбалы сандар ондықтар мен бірліктерден құралатындығын, екі таңбалы санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазуға болады. Ол үшін ондықтар мен бірліктердің қосындысын жазу керек екен. Мысалы, 51, 50 мен 1 санның қосындысы, ал 85 саны 80 мен 5 сандардың қосындысына тең екен. Балалар, бізге тағы да мынандай тапсырма берген екен. Бұл тапсырма есептеу үлгісіне мұқият қара. Осы үлгі бойынша төмендегі тапсырманы орындап көрейік. Кәнекей, 23 саны, бұл 20 мен 3 саны. Демек, 20 мен 3 санның қосындысы 23-ке тең. 23 санында 2 ондық пен 3 бірліктен тұрады екен. Келесі, 23 пен 3 санның айырмасының мәнін табу үшін 3-ті 23-тің бірлігі, яғни 3-тен азайту керек. Сонда 23 пен 3-тің айырмасының мәні 20-ға тең екен. Келесі бағандағы 23 пен 20 сандарының айырмасының мәнін табу үшін 20 санын 23-тің алдыңғы 20-дан азайтамыз. Сонда 23 пен 20 сандарының айырмасының мәні 3-ке тең болады. Енді, балалар, тапсырманың бірінші бағанындағы тапсырманы орындап көрейікші. Яғни 60 пен 7 сандарының қосындысының мәні қанша? 67-ге тең екен. 67 мен 7 сандарының айырмасын табу үшін 7-ні 67-нің бірлігінен, яғни 7-ден азайтамыз. Сонда 67 мен 7-нің мәні 60-қа тең болады екен. Келесі, 67 мен 60 сандарының айырмасының мәнін табу үшін 60-ты 67-нің ондығынан, яғни 60-тан азайтамыз. Сонда 67 мен 60 сандарының айырмасының мәні 7-ге тең болады. Егер де балалар барлығы түсінікті болса, қалған екі бағанын өздерің орындап көре қойыңдар. Осы алған білімдеріңді пайдаланыңдар. Келесі тапсырма, балалар, бізге 28, 39, 54 сандарының разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көрсетіңдер дейді. Ал сәл ойланып көрейікші, балалар, қалай жазсақ болады екен? Егер жазсақ, менің жазған жауабымен тексеріп көрелік. Яғни 28, 20 мен 8 сандарының қосындысына тең, 39, 30 мен 9 сандарының қосындысы, 54, 50 мен 4 сандарының қосындысы. Демек, балалар, мынандай қорытынды шығарамыз. Екі таңбалы сандарды разрядтық қосылғыштарға жүктеп жазу үшін ондықтар мен бірліктердің қосындысын жазу керек. Жақсы, балалар, енді келесі тапсырмаға мұқият назар аударыңдар. Яғни бұл жерде 35 пен 2 сандарының қосындысын табу керек екен. Ол үшін 35 санының разрядтық қосылғыштарын анықтаймыз. Ол 30 пен 5 сандар. Содан соң 2-ні 35-тің бірлігі 5-ке қосамыз. 5 пен 2-нің қосындысының мәні 7-ге тең. Ал шыққан санды ондыққа қосамыз. Сонда 30 пен 7 сандарының қосындысының мәні 37-ге тең екен. Келесі бағанда
37 мен 2 санын азайту үшін алдымен 37 санының разрядтық қосылғыштарын анықтайды екенбіз. Олар 30 және 7. Содан кейін 37-нің бірлігі 7-ден 2-ні азайтамыз. 7 мен 2 сандарының айырмасының мәні әрине 5-ке тең. Шыққан санды 10-ға қосамыз. 30 мен 5 сандарының мәні балалар 35-ке тең екен. Ал балалар, бұл тапсырманы түсіндіңдер деп ойлаймын. Олай болса, қандай қорытынды жасауға болады екен? Тез есептеу үшін 2 таңбалы сандарға 1 таңбалы сандарды қосқанда бірліктерге бірліктерді қосқан тиімді. Ал азайтуда бірліктерден азайтқан тиімді екен. Ендеше, мына ережеге назар аударайықшы. Бірліктерді бірліктерге қосады, бірліктерді бірліктерден азайтады екенбіз балалар. Келесі тапсырма. Балалар, бізге есепті шығар дейді. Есеп шығару бәрімізге ұнайды ғой? Мен сендерге қазір есептің мәтінін оқып берем, мұқият тыңдай қойыңдар. Жазғы демалыста Сырым 15 кітап, ал Дастан одан 3 кітап кем оқыды. Дастан неше кітап оқыды? Балалар, есептің шартын талдап жіберейікші. Есепте кімдер туралы айтылған? Дұрыс, Сырым мен Дастан туралы. Сырым неше кітап оқыды? 15 кітап оқыды. Ал Дастан ше, неше кітап оқығаны белгілі ме? Дұрыс балалар, Дастанның неше кітап оқығаны белгісіз. Ал ол туралы не айтылған? Дастан Сырымға қарағанда 3 кітап кем оқыған. Жақсы балалар. Дастанның оқыған кітабын табу үшін, ал біз не істейміз? Есептің шешуін табу үшін қандай амалды қолданамыз? Кәне, сәл ойланып көрейікші. Кәне, дәптерлеріне есептің шартын, шешуін және жауабын жазуға тырысып көріңдер. Одан кейін дұрыс жауабын тексереміз. Дұрыс балалар. Дастанның оқыған кітабын табу үшін азайту амалын қолданады екенбіз. Қане балалар, есептің шешуін табайықшы? 15 пен 3-тің айырмасының мәні 12-ге тең екен. Сонымен есебіміздің жауабы Дастан 12 кітап оқыған екен. Есептің дұрыс шешімін таптыңдар балалар. Яғни, бұл тапсырманың орындалу ретін жақсы түсіндіңдер деп сенемін балалар. Ал енді, балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылап жіберейікші. Егер де берілген критериялары бойынша сабақты меңгерген болсаңдар, құс-тұмсық белгісін қойып белгілеп беріңдер. Яғни, бүгінгі сабақта мен не үйрендім? Бірінші, 2 таңбалы сандарда разрядтық қосылғыштарға жіктей аламын. 2 таңбалы сандарға 1 таңбалы сандарды қосып азайта аламын. Және 2 таңбалы сандардың графикалық моделін құрастыра аламын. Кәне, өздеріңе белгілеп қойыңдар. Жақсы балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.